Қарағандылықтар үшін бұл матчта жеңіске жету өте маңызды еді. Себебі турнирлік кестеде 11-ші орында келе жатыр. Сондықтан бар күштерін салып, басты қарсылас Таразды артқа тастауға тырысты. Ал Астана ойыншылары шабуылға қарқын қосқанымен еш нәтиже көрсете алмады. Кейіншілердің қос голына жауап таппаған елордалықтар осылайша 3 ұпайдан айырылды. Матч барысы былай өрбіді. Азат Нұрғалиевтің тамаша шығарған пасынан соң Джорджи Деспотович қайшылап тұрып қақпаны сына қалды. Артынша Патрик Твумаси өз қапталы арқылы қарсылас айбалана еніп соққы жасаған болатын. Кипердің керемет қимылы қақпаны голдан аман сақтап қалды. Да, вот и Алексей Борисович Ерёбенко на ваших экранах. Сегодня у него дебют в казахстанском футболе. Такие моменты. 24-ші минутта әріптесінің пасына үлгере алмаған Десли Убинг кішігірім ойын тәртібін бұзуға мәжбүр болды. Убин пытался прессинговать, но здесь столкнулся именно Терич с Абзалом Бесик. Хорошо, можно убегать Габышев. 30-ші минутта комбинациялық ойын өрнегін көрсеткен Шахтер ойыншылары шабуыл ұйымдастырды. Қорғаушылар допты игере алмаған сәтте Убинг гол соғуға шақ қалды. Можно бить поворотом, удар мимо. И вот уже карагандинцы попытались сейчас. Соққының жолына Астана ойыншылар тосқауыл болып, бұрыштамадан доп ойынға қосылған болатын. Мұнда Михаил Габышевтің қақпалдына қарай әуелеткен добына басын тосқан Марко Симоновскийге сәл ғана сәттілік жетіспеді. Алаң иелерінің кезекті шабуыл кезінде айбалаңына енген Симоновскийге қарсы ойын ережесі бұзылғандай еді. Алайда төрешінің шешімі көпшілік ойлағандай емес. Серикжан в этом чемпионате уже 3 гола. 36-ші минутта Серикжан Мұжықовтың орындаған айып соққысынан соң Астананың бірнеше ойыншылары соққы жасаған еді, бірақ дәлдік жағыстырып берді. Подача, удар, нет, это пас, удар поворотного только сейчас последовал, но выше ворот. Шацкий свободный. Алыстан соққы жасаудың шебері Асқат Тағыберген мұнда да өз бағын сынап көрді. Соққы бұл жолы сәл ғана биіктеу. Свободный, да. 42-ші минутта Шахтер қорғанысы қонақтардың өз айбалаңдарына енуіне еш мүмкіндік бермеді. Ақыры Твумаси алыстан соққы жасап қақпашыны ойынға араластырды. Сейчас на своей спине собрал Деспотович. Дальний удар Твумаси и Шацкий без проблем. Чтобы подумает. Осыдан соң Сергей Скорих тарапынан мынадай қауіпті соққы орын алды. Мяч, Нена Терич свободный удар будет сейчас разыгрывать. Жиков. Екінші таймның басында алаң иелері өз жарты алаңдарында қателікке бой алдырды. Шахтер үшін абырой болғанда кері қайтқан доп қақпаға енбеді. 55-ші минутта Твумасидің қақпалдына қарай асырған добына нүкте қоятын ойыншы табылмады. Қос бірдей Астана футболшылары аяқтарын мезгілінен кешіктірмеді. Можно завершать. Так, что показывает? Астана сейчас хорошо, можно. Нет, не получается бить. Вот Твумаси. Арада 1 минут уақыт өткенде ганалық шабуылшы Игорь Шацкийді кезекті рет мазалады. Да. Ал Мұжықовтың мына пасын Твумаси қостағанмен Деспотович ұрымтал сәттен мүлт кетті. Сейчас, и смотрите, можно было завершать, но, видимо, сам. Есеп 61-ші минутта ашылды. Убинг орындаған айып соққысынан соң Никола Васильевич басымен сәтті ойнап, ал спортшы дәл көздеді. Ненад Эрич соққының бағытын бағамдап та үлгермеген еді. Записывает на свой счет боснийский защитник карагандинского клуба в этом чемпионате. 1-0 карагандинцы вышли вперед. После подачи Десли Убинга Никола оказался тем, кому было суждено ее стоило. Вот нам показывают повтор. Здесь смотрите, как выпрыгнул Никола Васильевич. Ілешала Тараз бас теңесіп кетуге шақ қалды. Рохер Канестің алыстан бағыттаған соққысын Шацкий сәтсіз қайтарған тұста Деспотович бос қақпаны қиыс көздеді. Да, не знаю, сейчас только. 69-ші минуттағы Джуниор Кабананганың голын төрешілер есепке алмады. Шабуылшы ойыннан тыс қалды. 1-1 у нас Караганде. Сумели сравнять счет футболисты Астаны. Ошибся. Одан кейін алаң иелері есепті еселеуге берілген мүмкіндікті пайдалана алмады. Сейчас можно выбегать 1-0. Нет, все-таки. И вот 82-ші минутта Тағыберген асырған допқа бірінші жеткен Немanja Максимовичтің соққысын Шацкий дер кезінде қайтарды. Поворотом Шацкий спасает сейчас свои ворота. Тағыберген забрасывал. Кто это бил? Артынша Твумасидің бұрыштамадан көтерген добына тағы да Максимович басын тосып дәлдік таныта алмады. Выпрыгивали сейчас как футболисты Астаны. Прямо так уж самоотверженно, что можно было травмироваться. Но
Попольский. Вратарь может выронить. 87 минутта таблода көрсеткіш ұлғая түсті. Қарымта шабуыл кезінде Штефан Зошек қарсы беттен ашылған Евгений Горячийге үн қатқан болатын. Соңғысы еш саспастан алыс бұрышты көздеп Эричті сан соқтырды. Горячий открывается, обрабатывает мяч, можно бить поворотом 2-0! Снимает Евгений Горячий майку. Гол Горячего в дождливую погоду. Чемпиона Казахстана. Вот он на повторе показывает, как сейчас Евгений Горячих хорошо открылся и сумел забить этот мяч. А у нас замена. Максат Байжанов покидает поле, и вместо него на поле готовится выйти нападающий Словакии Филипп Сиричин. Вот на повторе смотрите, как Горячий. Первый гол Евгений. Ал ойынға қосылған қосымша уақытта Кабананга қақпаны қиыс көзеп мүмкіндікті құр жіберді. Удар поворотом мимо. Могли сейчас ответить нас о том, что в 22-м туре в перенесенном матче Шахтер Осылайша матчта өз мәресі жетті. Қорытынды есеп 2-0.